Жаңа аудиокітаптар әр апта сайын тегін тыңдаңыз. Жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Роберт Кийосаки. Бай әке және кедей әке. Бай ата-аналар балаларын неге үйретеді? Кедей ата-аналар балаларын неге үйретпейді? Арнау. Бұл кітап балалардың ең басты оқытушылары бүкіл әлемдегі ата-аналарға арналады. Әрине, бұл кітаптың өз оқырмандарын желілік маркетингпен тікелей сауда немесе электрондық сауда саласында табыс табу жолында жүрген адамдар арасынан табары сөзсіз. Көптеген жанның ақша сауаттылығын қажет ететіні белгілі. Әлемдік бестселлерге айналған осы кітап сол мәселені шешудің нақты құралы екендігін сатылым тиражының өзі-ақ айқындайды. Кіріспе. Мектеп баланы әлемнің нақтылы жағдайларында өмір сүруге дайындай ма? Жақсы оқы, жоғары бағалар ал. Сонда ғана сен үлкен жалақы және көптеген жеңілдіктері бар жұмыс табасың, деуші еді менің әке-шешем. Олардың негізгі мақсаты бізге, апам екеумізге университеттік білім беріп, келешекте табысты болуымыздың мүмкіншіліктерін қамтамасыз ету болатын. 1976 жылы мен бухгалтерлік ісі бойынша мамандық алып шықтым. Флорида университетін қызыл дипломмен аяқтадым. Ата-анамның арманы орындалды. Олардың үлкен жоспарларына сәйкес мені бір ірі бухгалтерлік фирма жұмысқа алды. Сөйтіп, менің алдымда қызмет басқышымен жоғарылы көтерілу жолдары мен зейнетке ертерек шығу мүмкіншілігі тұрды. Менің жұбайым Майклдың да өмірі маған ұқсас болатын. Біз екеуміз де табыстары қарапайым, еңбекке аса құрметпен қарайтын отбасыларында өстік. Майкл да қызыл диплом алды, бірақ 2 рет, алдымен инженерлік, содан кейін заңгерлік. Оған Вашингтонда құқықтық патентпен айналысатын беделді заңгерлік фирмада жұмыс атқару ұсынылды. Оның келешегі айқын және ашық тәрізді. Бәрімізде ол қызмет бабында үлкен лауазым мен үлкен мансапқа жетеді деген нық сенімде болатынбыз. Шындығында біз екеумізде айтарлықтай мансапқа ие болдық, бірақ соңында барлығы да мүлдем біз күткендей болмай шықты. Әртүрлі себептермен біз жұмыс орындарымызды бірнеше рет ауыстырдық. Енді фирма келешекте бізге үлкен зейнетақы төлемейтін болды. Біздің зейнетақы қорымыз тек қана өзіміздің жеке салымымыздағы мөлшері бойынша өсетін болды. Майкл екеуміздің жанұямыз тамаша, 3 сүйкімді балаларымыз бар. Қазір осы кітапты жазып отырған уақытта екеуі колледжде оқиды, ал үшіншісі жоғарғы сынып оқушысы. Балаларымыз үлкен білім алып шығу үшін көп қаржы жұмсадық. 1996 жылдың бір күнінде ұлдарымның біреуі мектептен өте ренішті оралды. Ол оқудан шаршаған, бұның барлығы оны тойдырған сияқты. Келешекте ешқандай да маған қажеті жоқ сабақтарды оқуға мен уақытымды неге босқа өткізуге тиіспін деді ол ренішті түрде. Мен көп ойланбастан, егерде сенің бағаларың жаман болса, сені колледжге қабылдамайды ғой дедім. Онда мені қабылдай ма, әлде қабылдамай ма, мен бәрібір бай боламын деп қарсылық білдірді. Егерде сен колледжді бітірмесең, онда сен жақсы жұмыс таба алмайсың дедім мен сәл қорқынышпен. Ал жұмыссыз сен қалай байисың? Бұл жөнінде қашанғы қайта-қайта айта беруге болады деді ұлым. Кекесінді күлкімен басын шайқап. Менің айтқан аналық ақылым оның тарапынан ешқандай қолдау таппады. Дегенмен, ұлым өзінің еркіндігіне қарамастан, әрқашан кішіпейіл және сүйкімді бала болатын. Мама, деді ол, енді оны тыңдауға менің кезегім келді. Сен уақыттан қалыс қалып қойып отырсың. Жан-жағыңа қарашы, ең үлкен байлар біліміне байланысты бай болмайды. Майкл Джордан мен Мадоннаға қарашы. Тіпті Билл Гейтс Гарвард университетін аяқтамаса да, Microsoft негізін құрып, жасы 40-қа толмаса да, қазір Америкадағы ең бай адам. Ал бір бейсболшы оған ақылы кем деген айдар тағылса да, жылына 4 миллионнан астам табыс табады.
Біз көпке дейін үнсіз қалдық. Сонда менің түсінгенім, мен ұлыма баяғыда өз әке-шешемнен естіген ақылымды айтумен болған екенмін. Бізді қоршаған әлем өзгерген. Бірақ ой-өрісіміз, бірер кеңестеріміз ескілікті деңгейде өзгеріссіз қалған. Біздің балаларымыздан басқа жақсы оқу, жоғары баға алу, табыс кепілдігі емес екенін ешкім де байқамайтын тәрізді. Мама, деді әрі қарай ұлым, мен сендер сияқты жұмыс істегім келмейді. Сендер жақсы табыс табасыңдар, және біз жақсы үйде тұрамыз. Егер де сенің айтқаныңды тыңдасам, онда мен де сендер сияқты өмір сүруім керек. Себебі үлкен салықтар төлеп отыру үшін. Әрдайым көп және одан да көп жұмыс істеуім қажет. Ең соңында қарызға белшемнен батамын. Біздің дәуірімізде тұрақты жұмыс болмайды. Жұмыстан босату мен қысқартудың не екенін мен білемін. Соңғы кезде университет бітірушілер сенің кезегіңдегі жалақыны кем алатындығын тағы білемін. Мысалы дәрігерлер. Олар бұрынғыдай көп табыс таба алмайды. Мемлекет немесе компания зейнетақысына сенімділікпен қарауға болмайтындығын да білемін. Маған осындай көптеген күрделі сұрақтардың барлығына жаңа жауаптар қажет. Расында оныкі шындық еді. Оған жаңа жауаптар қажет болса, маған да сондай қажет еді. Менің іздегенім осы еді. Менің жұбайым Майклге Роберт Кийосакидің «Ақша ағымы» атты тақырыпта жазылған жаңа үйрету ойынының ұнағаны соншалықты, біз екеуміз де осы үлгінің сынақтан өтуіне атсалыстық. Бұл іске жергілікті университеттің 1-ші курсында оқитын 19 жасар қызымды шақырдым. Ол келуге келісімін берді. Сынаққа 15-ке жуық адам қатынасты. Оларды 3 топқа бөлдік. Майклдікі дұрыс еді. Маған нақ осындай оқыту жүйесі қажет. Шындығында, сынақ барысында біз күтпеген, аңғармаған көптеген жағдайлардың барлығын көрдік. Әсем безендірілген ойын тақтасы алдымызда тұрды. Ол монополия атты ойын алаңын еске түсірді. Бірақ мұнда тақтаның орта кезінде әсем әшекейленген егеуқұйрықтың суреті бейнеленген. Монополия атты ойыннан айырмашылығы мұнда 2 жол бар. Ішкі және сыртқы ойынның мақсаты. Ішкі жолдан онымен қозғалуды Роберт егеуқұйрықтың жүгірісі деп атайды. Шапшаңды сыртқы жолға шығу болып табылады. Роберттің пайымдауы бойынша шапшаңды жол байлардың өміріндегі нақтылы жағдайлардың табыс табу тәсіліндегі үлгілерін көрсетеді. Егеуқұйрық жүрісінде Роберт мынадай сипаттама берді. Егер де сіз сауатты және жұмысты көп істейтін қарапайым адамның өміріне үңілсеңіз, көптеген заңдылықтарды байқайсыз. Мысалы, дүниеге бала келеді, содан кейін ол мектепке барады. Әке-шешесі қуанышты, себебі ол жақсы бағалар алады. Колледжге оқуға түседі. Колледжден кейін мүмкін ол институт немесе аспирантура бітіреді. Одан әрі оның өмірінің келешегі қалай жоспарланғаны бойынша тұрақты жұмыс істейді. Ол оны табады. Мүмкін дәрігер, заңгер болар, әскерге немесе мемлекеттік қызметке барады. Ол табыс таба бастайды. Кредиттік карточкалар алады, сөйтіп сатып алу мүмкіншілігі туады. Балада ақша пайда болса, әрине, ол алдымен өзі теңдес, өзімен қатар жастардың әртүрлі ойын сауықтарына қатысады. Олармен кездеседі, танысады. Аяғы үйлену тойымен аяқталады. Қазір ерлермен қатар әйелдерде жұмыс істейді. 2 табыс, бұл тамаша. Жас жұбайлар өз өмірлері мен жетістіктеріне қуанышты. Келешектері ашық та және айқын. Олар үй, машина, телевизор сатып алуды, теңізге беріп демалуды, балалы болуға шешім қабылдайды. Олары жүзеге де асырылады. Бірақ ақша көп және одан да көп қажеттілікті талап етеді. Жас жұбайлар бұл үшін көп жұмыс істеулері керек екенін көріп, бұдан да екпінді жұмыс атқаруға тырысып, қызмет бабында жоғары көтеріліп, және үлкен жалақы алуға тырысады. Еңбекақылары көтеріледі, бірақ балалары дүниеге келеді. Енді оларға үлкен және кең үй қажет болады. Жұбайлары одан сайын көп жұмыстар атқарып, сөйтіп тәжірибелі кадрларға айналады. Олар жаңа мамандық игеріп, одан зор табыс табу мақсатында жаңадан оқуға түседі. Олар тіптен 2 жұмыста істейді. Табыстары өседі.
Ал сонымен қатар табыс салығы және де қозғалмайтын мүліктің, олардың жаңа үйінің салығы да өседі. Зейнетақы қорының жарнасы артады. Тағы сол сияқты және тағы басқа. Олар үлкен еңбекақы алады, бірақ ақшаларының қайда кетіп жатқандарына қайран қалады. Содан кейін олар өзара қордың акцияларын иемденеді және кредит карточкаларына бакалей тауарларын сатып алады. Балалары 5-6 жасқа келеді. Енді оларды оқыту және өздерінің зейнетақылары үшін қаражат жинау қажеттілігі туады. Сөйтіп, 35 жыл бұрын өмірге келген бұл бақытты жандар енді өмірлерінің қалтаң уақытында егеуқұйрық жүгірісінің тікелей қатынасушылары болады. Аяғында олар компанияларға, мемлекетке және алған кредиттері мен қарыздарын өтеу үшін банкке қызмет етеді. Осындай жағдайдан кейін де өз балаларына ұқыптап оқыңдар, жақсы баға алыңдар, содан кейін жақсы жұмыс немесе жақсы орын табыңдар деп ақыл кеңес береді. Олар осылай ақша жөнінде ештеңе де білмейді. Сөйтіп, өмір бақи жұмыс істеді. Олардың орнына осындай жұмыс істеуші ұрпақ келеді. Сөйтіп, тарих қайталана береді. Міне, егеуқұйрық жүгірісі деген осы, деді Роберт. Шапшаң жолға шығудың жалғыз тәсілі нақтылы іс барысында өзіңізді бухгалтерлік істің және инвестициялаудың білгірі екеніңізді дәлелдеу қажет. Ал бұған үйренудің күрделі сабақтардың бірі болып саналады. Мені дипломды әрі тәжірибелі бухгалтер, ревизор ретінде таңғалдырғаны, Роберттің осы сабақтарды талдауды әрі зерттеуді өте тартымды және қызықты ұйымдастырғаны болды. Оқудың қызықтылығы ұйымдастырылғаны соншалықты, қанша уақыт өткенін ұмытып, біз егеуқұйрық жүгірісі жолынан қалай шығудың ретін бар ынта жігерімізбен ойлап, тырысу үстінде өзіміздің оқушылар екенімізді тез ұмытып кетіппіз. Үйрету ойынының келесі сынағы ретінде менің қызыммен сөйлескен қызғылықты әңгіме болды. Біз бұрын соңды еш уақытта мән беріп қарамаған мәселелер бойынша пікірлестік. Маған қаржы есептерінің негізінде білім алған бухгалтер ретінде бұл ойынға ойнау жеңіл еді. Сондықтан қызыма және біздің үстелдегі басқа да ойыншыларға белгісіз жағдайларды түсіндіруге менде уақыт жеткілікті болды. Мен бірінші күні сол шапшаң жолға шыққан адам болдым. Ойын 3 сағатқа жуық созылса да, мен 50 минутта аяқтап шықтым. Біздің үстелде банкир, компания иесі және компьютер программисі отырды. Мені осындай адамдар үшін өте қажетті бухгалтерия және инвестициялар жөнінде аз білетіндіктері қатты ойландырды. Менің таң қалғаным, сонда бұлар нақтылы жағдайлардың өздерінің қаржы жұмыстарын жүргізеді. Менің 19 жасар қызым үшін бұл қағидалар қаншалықты қиын екенін түсіне алам. Ал одан 2 есе үлкен егде адамдар үшін ше. Егеуқұйрық жүгірісі жолынан шыққаннан кейін мен 2 сағат бойы қызымның және өздері сауатты әрі жаңа байыппен келе жатқан адамдардың оның сүйегін қалай тастап және фишканы қалай қозғайтындарына қарап отырдым. Әрине, ойын барысында олар біраз жаңалықтарды білді. Ал тамаша. Бірақ екіншісі ол ересек адамдардың бухгалтерия мен инвестицияның әліппесін білмеушіліктері, табыс және шығыс жөніндегі есептердің, сондай-ақ баланс есебінің бір-бірімен байланыстылығын үлкен қиыншылықпен аңғарды. Олар активтерді сатып алып және сата отырып, әрбір мәміле оларға ай сайын қанша пайда табуларына ықпал ететіндігін қиыншылықпен естеріне түсірді. Сонда менің ойыма келгені, қаншама миллиондаған адамдар өмір бойы қаржы тапшылығымен күресуде болады. Оның басты себебі бұған оларды ешкімде үйретіп оқытпаған еді. Құдайға шүкір, мынау ойын үстел басындағыларды қайткенде де жеңіп шығушылыққа ынталандырылып отыр. Роберт ойынды аяқтағаннан кейін бізге оның қорытындысын талқылауға 15 минут берді. Компания иегеріне ойын ұнамады. Ол өте қынжылулы. Маған мұның қажеті қанша, деді ол қатты дауыспен ашуланып. Мен бұларды білу үшін бухгалтерлерді, заңгерлерді және банкирді аламын, деді. Оған Роберт былай жауап берді. Ал сіз сол бухгалтердің арасында көп кедей адамдардың бар екенін аңғардыңыз ба? Сол сияқты банкирлер, заңгерлер және брокерлер арасында да кедейлер көп. Олар көп біледі және олардың дені ақылды, білімді адамдар, бірақ көпшілігі бай емес. Баю тәжірибелер жоқ. Себебі біздің мектептерде бай адамдардың нені білетіндіктері жөнінде оқытпайды.
Сондықтан нақтылы жағдайларда олардың кеңестеріне құлақ салып үйренген жөн. Бірде сіз жұмысқа бара жатып автокөліктер тосқынынан тап боласыз. Оңға қарап солардың ішінде сіздің бухгалтеріңіздің бар екенін көресіз. Сіз солға қарайсыз, тағы да бухгалтеріңізді көресіз. Бұл сізге бірдеңені аңғарта ма? Компьютер программисі, ол да ойыңды құптамады. Мен мұндай оқыту бағдарламасын сатып алуға мүмкіншілігім бар деді. Бірақ банкир онымен келіспеді. Мен бұның бәрін өткенмен, мен бухгалтерияны айтам деді ол. Бірақ ол тәжірибеде пайдалана алмадым. Енді мұны қалай істеу керек екенін түсіндім. Мен егеуқұйрық жүгірісі жолынан сытылып шығуға міндеттімін деді ол. Бәрінен бұрын қызымның сөзі мені таңғалдырды. Маған ойын өте қызықты болды деді ол. Мен ақшаның шындығында қалай жұмыс істейтіндіктері және оны қалай салу керектігі туралы көп жағдайларды түсіндім. Тағы қосып айтқаны, енді мен өзіме мамандықты жалақысы мен жеңілдіктерінің көптігінен емес, солардың ішінен өзіме қажеттісін ғана таңдап алуды білемін. Менің сыныптас құрбыларым сияқты келешектегі жұмыс зейнетақы туралы ойлар мазаламайтын болды. Бұл жолы Робертпен ойын соңында сөйлесуге менде мүмкіншілік болмады. Бірақ біз келесі жолы кездесуге уәделестік. Мен Роберттің осы ойын арқылы адамдардың қаржы туралы ой өрістерін кеңейтуге үйрету екенін түсіндім. Сондықтан оның жоспары туралы көбірек білгім келді. Келесі аптада біз күйеуім екеуміз Роберт және оның әйелімен бірге түстендік. Мұндай жағдайда біздер бірнеше рет кездессек те бұрыннан ерте таныс адамдардай сезіндік. Әңгіме барысында көптеген жағдайлар бойынша ортақ пікірлес екендігіміз анықталды. Біз көп мәселелер бойынша пікір алыстық. Сонымен қатар, әлемдегі болып жатқан өзгерістер, американдықтардың көпшілігінде қартайғанда өмір сүру үшін қажетті ақшалай жинақтарының жоқтығы, ал зейнетақы қоры мен денсаулық сақтау жүйелерінің дәрменсіз жағдайлары туралы пікірлесіп әңгімелестік. Сонда менің балаларыма мен сияқты 75 миллион қатарларым үшін зейнетақы төлеуге тура келе ме? Деген ой келді. Біз халықтың зейнетақы қорына сенушілігі қауіпті жағдай екенін түсіне ме екен деп әңгіме қылдық. Роберт ең алдымен Америкада және барлық әлемде байлар мен кедейлердің арасындағы болып жатқан арақашықтықтың үнемі өсуі қатты толғандырады екен. Бұл кәсіпкер ақшаны оңтайлы салып, пайдалану арқылы барлығына өз қолын өзі жеткізіп, бүкіл жер шарын аралап, 47 жасында жұмыс істеуді тоқтатқан кісі. Бірақ ол қазір жұмыспен тағы да айналыса бастады. Оның басты себебі мен сияқты өз балаларының келешегі туралы халықтың арасында үлкен алаңдаушылық бар екенін сезінуі еді. Ол әлем өзгергенін, ол оқу жүйесінің ескі қалыпта қалғанын біледі. Роберттің сөзі бойынша балалар жылдар бойы ескілікті мектептерде қажеті жоқ сабақтарды оқи отырып, сөйтіп әлдеқашан ескірген. Әрі дүниеде жоқ ортада өмір сүруге дайындала бастайды. Қазіргі кезеңде балаға мектепке бар, жақсы бағалар ал және тұрақты жұмыс іздеңдер деушілік ақыл кеңестің ең қауіпті түрі дегенді жиі айтады Роберт. Бұл ескі кеңес, әрі ең жаманы. Егер сіз Азияда, Еуропада, Оңтүстік Америкада не болып жатқанын білсеңіз, онда менен кем алаңдамаған болар едіңіз. Бұл нашар кеңес. Себебі, егер де сіз балаңызды қаржы соқырларынан қорғағыңыз келсе, онда ескі тәсілдер мен ережелерді пайдаланбау керек. Ол өте қауіпті деп есептейді Роберт. Оның ескі ережелер дегенінде не астар бар екенін білгім келді. Мен сияқты адамдар сіз ойнайтын ережелер бойынша ойнамайды деп жауап берді ол. Қайсы бір корпорация бір кезде штат кестесін қысқартса не болады? Адамдарды жұмыстан босатады дедім мен. Отбасылары запа шегеді, жұмыссыздық көбейеді. Иә, ол корпорацияның өзімен не болады? Әсіресе егер ол ашық акционерлік компания болса. Штаттың қысқартылуы жарияланғанда акциялардың құны жалпы өседі деп жауап бердім мен. Егер компания өзінің өндірістік шығынының автоматтау немесе жұмыс күшін қысқарту арқылы азайтса, ол нарыққа ұнайды. Бәрі дұрыс деді Роберт. Ал акцияның бағасы өскенде, мен сияқты адамдар, яғни акция ұстаушылар байи бастайды. Басқа ережелерді пайдалану керек дегенді айтпағым. Бағыныштылар ұтылады. Компания иелері және инвеститорлар ұтады деді ол.
Роберт жұмысшы мен жұмыс берушінің айырмашылықтарын суреттей отырып, сонымен қатар өз өмірін басқарушылықты білумен немесе оны басқаруды біреуге тапсырудың айырмашылығының қандай екенін айтып берді. Бірақ көптеген адамдар неге бұлай болатындығын түсінуге қиын дедім мен. Олар мұны тек қана әділетсіздік дейді. Сондықтан да балаға жақсы білім ал деумен ғана шектелушілік әбестік іс. Біздің мектептердегі білім беру жүйесі сіздің балаңызды осындай өмірге дайындап шығарады деп жобалаушылық ақымақтық. Олардың әрқайсысының тағы бірдеңеге қажет. Тіпті басқа білім керек және осындай басқа ережелерді білу шарт. Ақша ережелерінің байлар ойнайтын түрлері және халықтың қалаған 95% ойнайтын қалыптасқан ережелер бар. Халықтың осы 95% бұл ережелерге мектепте және үйінде үйренді. Міне, сондықтан балаға жақсы оқы және жақсы жұмыс іздеуге кеңес берушілікпен ғана шектелушілік қауіпті іс. Алдағы кезеңде балаға кең көлемді білім керек. Қазіргі білім жүйесі оны бере алмайды. Бір сыныпта қанша компьютер бар? Мемлекет мектептерге қанша қаржы бөледі? Оның маған керегі қанша? Өзі білмейтін сабақтарды мектеп балаға қалай оқытады? Егер сіз өз ақшаңызды пайдаланудан қорықсаңыз және оны білмесеңіз, мектеп бермеген білімді ата-аналар өз балаларына қалай береді? Баланы бухгалтерлік іске қалай үйретуге болады? Оған ол қызықсыз болмай ма? Ал оған инвестиция жөнінде не айтуға болады? Мен осыдан кейін балаларымды қорықпай қимыл жасаңдар деп айтудың орнына ақылмен, оймен әрекет етіңдер деп оқытуға бел будым. Өзіңізбен әңгімелескен мәселелер бойынша баланы ақшаны және басқалардың білуге қалай оқытуға болады деп Роберттен сұрадым. Өзінің түсінбеген, білмегенді балаға үйретуде ата-анаға жеңіл болу үшін не істеу керек болады? Бұл жөнінде мен кітап жаздым деп жауап берді ол. Ол кітап қайда? Менің компьютерімде. Бөлшек тараулар бойынша. Ол кітап қайда? Менің компьютерімде. Бөлшек тараулар бойынша бірнеше жылдардан бері сонда жатыр. Кей уақытта бірдеңелерді қосамын, бірақ бүтіндеп жинақтап бір кітап қылып шығаруға қолым тимеді. Бұл кітапты жазуда ең алдымен менің бестселлер болған кітабым шыққаннан кейін ғана бастадым. Дегенмен ақыры аяқтай алмадым. Сол жинақталмаған күйінде жатыр. Оныкі шындық еді. Алайда бұл кітаптың жинақталмаған тараулар оқып шығып, оның пайдалы екенін түсініп, біздің аумалы төкпелі заманымызда басқа адамдарға да таныстырып бөлісу керек деп шештім. Сөйтіп, бұл кітаптың қос авторының бірі мен болуым жөнінде Робертпен келістік. Оның ойы бойынша балаға қаржы туралы қандай білім қажет деп сұрадым мен. Ол баланың өзіне байланысты. Роберттің өзі туралы айтқаны, бала кезінен бай болғысы келген және бақытына орай ондай бай адам кездескен. Ол екінші әке ретінде үлкен ынтамен оны оқытуға кіріскен. Роберттің тағы қосып айтқаны, күнделікті өмірде адамдармен және қаржылық қарым-қатынасқа үйренудің маңыздылығы мектептегі білімнен кем емес. Ал енді осыдан әрі қарай Роберттің екі әкесінің тарихы туралы оқисыз. Бай және кедей, сонымен қатар өз өмірі бойынша барлық білетіндеріне қалай қол жеткізді, не оқыды, неменеге үйренді, солар жөнінде де мағлұмат аласыздар. Екі әкенің арасындағы айырмашылық аса маңызды. Ақыры бұл кітапқа толықтырулар енгізіп, біртұтас жинақтап және редакциялаған мен едім. Егер сіз бухгалтер болсаңыз, кітап негізінде алған біліміңіз бойынша пікір таластыруға асықпаңыз. Роберттің теориясын қабылдауға тырысыңыз. Әрине, ол көп жағдайларда жалпы қалыптасқан бухгалтерлік негіздердің біраз қағидаларын күмәнді қылып көрсетеді. Дегенмен, нағыз инвеститорлардың өз шешімдерін қалай талдайтын жөнінде құнды мағлұматтарды қамтиды. Біз өз балаларымызға мектепке бар, жақсы оқы және жақсы жұмыс табу керек деген кеңестерімізді көпшілік жағдайда қалыптасқан дағды бойынша айтамыз. Бұл қашанда солай болған. Роберттің әңгімесі мені таңғалдырды. Оны екі әкелер тәрбиелеп және екі түрлі мақсатқа қол жеткізуге ынталандырылған. Оқымысты әкесі корпорацияда жұмыс істеу керек деп кеңес берген. Бай әкесі корпорацияны емден деп ақыл айтқан. Біріншісіне де, екіншісіне де білім қажет. Бірақ мүлдем әртүрлі дәріс алуға тура келеді. Роберттің оқымысты әкесі оның ақылды адам болып өсуін қолдаған. Бай әкесі ақылды адамдарды қалай жалдап алуды білу керек деп үйреткен. Роберттің туған әкесі Гавайи штатының білім беру министрлігінің басшысы болған.
Роберттің 16 жасқа толғанда әкесінің "Егер сен жақсы оқымасаң, түбінде жақсы жұмыс таба алмайсың" деп қорқытуы оған ешқандай да әсер етпеген. Бала сол уақыттың өзінде корпорацияда жұмыс істемейтінін, керісінше корпорацияны иемденетінін білген. Роберттің өз айтқанындай, егер де оған бір дана әрі табанды мектеп мұғалімі кездеспегенде, ол колледжге де оқуға бармаған болар еді. Ол бірден капитал жұмсаумен айналысқысы келеді. Дегенмен жоғары білім алудың қажеттілігін түсінеді. Бұл кітапта келтірілген қағидалар мен тұжырымдар өте батыл және қазіргі ата-аналардың көпшілігі үшін бұрын естімеген және білмеген жаңалық. Олардың кейбіреулеріне онсыз да балаларын мектеп ұстаушылық оңайға түскен жоқ. Бірақ заман өзгеруде. Сондықтан жаңа батыл ойлар мен қимылдарға даяр болу керек. Балаларды келешекте біреулер үшін жұмыс істеуге, оқыту, үйрету, оларға ғұмыр бойы үлкен салықтар төлеп, қартайғанда өте аз мөлшерде зейнетақы алып, өмір сүру үшін берілген ақыл кеңес деп түсіну керек. Шындығында салықтар біздің шығындарымыздың ең үлкен баптары. Роберттің тұжырымдамасы бойынша, бай адам өз балаларын басқа адамдардай оқытпайды. Ол сабақты отбасында, дастархан үстінде жүргізеді. Сіз бұл ой-пікірлер туралы балаларыңызбен сөйлеспеуіңіз мүмкін. Алайда осы кітапты оқып шыққаныңыз үшін алғысымызды айтамыз. Менің сізге берер кеңесім: ізденісті тоқтатпаңыз, жалғастырыңыз. Менің әрі ана және бухгалтер ретінде айтарым: түбінде жақсы жұмыс табу үшін тек қана ұқыпты оқу керек деген ой пікір ескірген. Балаларға қазіргі заманның жаңашыл бағыт-бағдарларын, ақыл кеңестерін беру керек. Мүмкін мынадай пікір ойластыруға тұрарлық болар. Мысалы, балаларымызға жақсы жұмыспен қатар өздерінің инвестициялау корпорациясын неге құрмасқа? Мен ана ретінде осы кітаптың басқа ата-аналарға да көмегінің тигенін қалар едім. Ал Роберт әр адамның өз қалауы және ынтасы бойынша бай болуға мүмкіншілігі бар екенін дәлелдеп беруге сенімі мол. Бүгін сіз мейлі кім болсаңыз да, бағбансыз ба, әлде еден сыпырушысыз ба, немесе жұмыссызсыз ба, оған қарамастан қаржы проблемаларын шешіп үйренуге, сіздің өз отбасыңызды және ағайын туғандарыңызды үйретуге мүмкіншілігіңіз бар. Есіңізде болсын, қаржылық тапқырлық ақша қиындықтарын ақылмен шешудің тікелей жолы. Қазіргі кезеңде әлемде адам баласы түсіне де еңбеген жаңа өзгерістер кезігуде. Болашақты болжап айту кімге де болса қиын шаруа. Бірақ бір нәрсе айқын: бізді ғажайып өзгерістер күтуде. Бізге келешек не әкеледі? Дегенмен, қандай жағдай болса да, бізде таңдап қалап алушылық бар. Абайлап, ақырын әрекет ету, не болмаса өзіңнің және балаларыңның қаржы қабілеттерін айтар едім, даналығын ояту. Бірінші тарау: бай әке және кедей әке. Роберт Кийосакидің тарихы. Менде екі әке болды, бай және кедей. Біреуі білімді және ақылды, докторлық дәрежесі бар, 4 жылдық университетті 2 жылда аяқтап шыққан адам. Сонымен қатар Стэнфорд, Чикаго және солтүстік батыс университеттерінде де оқыған. Екінші әкесі 8 сыныпты да аяқтамаған. Екеуі де үлкен мансапқа ие болған және өмір бойы екпінді жұмыс істеген адамдар. Екеуі де көп табыс тапқан. Біреуі ғұмыр бойы қаржы тапшылығымен күресумен болса, екіншісі Гавайядағы ең бай адамдардың бірі болған. Біреуі ондаған миллион долларды өзінің отбасына, қайырымдылық орындары мен шіркеуге өсиет етіп дүниеден өткен. Екіншісі өзінен кейін төленбей қалған есеп-шоттарын қалдырған. Екеуі де мықты, ардақты және сыйлы адамдар болған. Екеуі де маған ақыл кеңестер беретін. Бірақ олары қарама-қайшылықты және әртүрлі болатын. Олар менің білім алуыма үлкен мән беретін. Егерде менде бір ғана әке болғанда, мен оның кеңестерін қабылдап, немесе қабылдамаған болар едім. Олар екеу болғандықтан маған екі пікірді, біреуі байдікі, екіншісі кедейдікі, үнемі салыстырып отыруға мүмкіншілік берді. Бұлардың пікірлерін қабылдамауға немесе қабылдамай тастауға жағдайым бола тұра, олардың айтқан сөздерін, терең ойларын салыстырып, өз ойларымның елегінен өткізіп, таңдап алуды мақұл көрдім. Дегенмен бұл жағдайдың бір қиыншылығы, бай әкем әлі де болса байып үлгерген жоқ еді, ал кедей әкем кедей болып үлгеріп еді. Екеуінің де мансаптары жақында ғана басталған еді. Екеуі де өз отбастарын қамтамасыз етулері қажет еді.
Бірақ ақша туралы олардың көзқарастары тым әртүрлі болатын. Мысалы, біріншісі ақшаға құнығу барлық жаман істің түп тамыры десе, екіншісі барлық жаман істің түп тамыры ақшаның жоқтығы дейтін. Менің бала кезімде осындай беделді екі әкенің ықпалының өмір сүруге қиынға соқты. Мен жақсы әрі тіл алғыш бала болғым келді, бірақ олар маған қарама-қайшы пікірлер айтумен болды. Әсіресе ақша жөніндегі көзқарастарының ерекшелігі маған үлкен ой салатын. Осының бәрін зерттеп түсінуге итермелейтін. Сөйтіп, олардың айтқан сөздері жөнінде көп ойлана бастайтын болдым. Менің біраз уақытым ойлануға, әсіресе ол неге бұлай дейді дегенге кететін. Біреуінің айтқан пікірін екіншісі сұрақ ретінде қоятымын. Әрине маған, я, оныкі дұрыс, мен мұнымен келісемін, немесе шал өз айтқанын өзі білмейді деп қоя салуға болатын еді. Алайда менде екі жақсы көретін әкелер болғандықтан көп ойланып, ең аяғында өз пікірімді қабылдауға әкеліп соқтыратын. Ақырында біреудің пікірін жай тыңдап қабылдап, немесе одан бас тартқанша өзінше ойланып шешім қабылдаудың артықшылығына көзім жетті. Байлардың одан сайын байи түсуі, кедейлердің одан ары кедейленуі, ал орта сынып өкілдерінің қарыздан шықпауының себептерінің бірі ол адамдардың ақшаның не екенін мектепте білмей, үйде білушілігі. Бала ақшаның не екенін ең бірінші өз ата-анасынан үйренеді. Ал кедей адам баласына ақша туралы не айта алады? Ол тек қана мектепте оқы және тырысушы бол дейді. Мүмкін бала мектепті жоғары бағалармен аяқтар, бәрібір онда қаржы туралы кедейдің ой-пікірі қалыптасады. Себебі оған бала кезінен үйренген. Мектеп ақша жөнінде оқытпайды. Мұғалімдер ғылыми және кәсіби біліктілерін арттыруға тырысып, қаржы туралы ойласпайды. Міне, сондықтан да банкирлер, дәрігерлер мен бухгалтерлер мектепте жақсы оқығандарына қарамастан өмір бойы қаржы тапшылығына сезінумен болады. Менде маған ықпал ететін екі әке болғандықтан, мен ол екеуінен де үйрендім. Олардың берген кеңестерін, бөліскен ой-пікірлерін жиі ой елегінен өткізіп, ақырында ойдың адам өміріне қандай және қалай ықпал ететініне көзім жетті. Менің кедей әкем ондайды өзіме жасауға менде жағдай жоқ деп жиі айтса, екіншісі мұндай сөздерді айтуға тіптен тыйым салатын. Ол мұндай жағдайды өзіме қайткенде де қалай жасай аламын деп ойлану керек екендігін нығыздап айтатын. Бірінші пікір тұжырым, ал екіншісі сұрақ. Біріншісі көнушілік, екіншісі ойлау. Тез байыған әкемнің түсіндіруі бойынша мұндайларды өзіме жасауға жағдайым жоқ деп айтқан сәттен бастап-ақ адамның миы автоматты түрде ағытылып қайтып оған оралмайды дейтін. Оның бұлай түсіндіруі әрине барлық дүниені тегіс сатып алушылық дегені емес еді. Ол әлемдегі ең мықты компьютер адамның ой-өрісін жаттықтыруға болатындығына кәміл сенуші еді. Мен өзіме мұндай жағдайды жасай алмаймын деушілік, дәрменсіздік, ойдың жалқаулығы деп есептейтін. Менің екі әкелерімнің жұмысты көп істегендеріне қарамастан, байқағаным біреуі ақша туралы сөз көтерілгенде миын жаттықтыра бастайтын, ал екіншісі оны ұйқылы, селқос жағдайда ұстайтын. Сөйтіп, бәрін айта келгенде біреуі қаржы мәселелері бойынша ерен табыстарға қол жеткізсе, екіншісі жағдайы керісінше болды. Яғни күнде тренажерлық залға барып жаттығушы адам мен күні бойы диванда отырып газет оқып, телевизор көрушілікпен айналысатын адамның арасында қандай айырмашылық болса, мұнда да нақ сондай айырмашылық бар еді. Күнделікті жаттығу адам денсаулығының мықты болуына көмектессе, ал ақыл-ойды, ой-өрісті жаттықтыру байлыққа жеткізеді. Жалқаулық адамды денсаулықтан да, байлықтан да ада қылады. Менің қос әкем әртүрлі көзқарастарды дәріптеп келді. Біреуі кедейлерге қамқорлық жасау ретінде байлар үлкен салық төлеуге тиіс десе, екіншісі салықтар жұмыс істеушілер үшін жаза, ал түк бітірмейтіндерге сый деді. Бірінші әкемнің кеңесі ұқыпты оқы, түбінде жақсы компанияда жұмыс істейсің десе, екіншісі ұқыпты оқы, сонда сен жақсы компанияны түбінде сатып аласың дегенді айтады. Біреуі мен бай емеспін, себебі менің балаларым сендер барсыңдар дейтін. Екіншісі мен бай болуым қажет, себебі балаларым сендер барсыңдар дейтін. Біреуі ақша және іс туралы ас үстінде айтуды қаласа, екіншісі ақшаны әңгіме қылуға тыйым салатын. Біреуі ақшамен байқап қимылда десе, екіншісі тәуекелділікті басқаруды үйрен дейді.
Біреуі біздің үйіміз біздің ең үлкен капитал жұмсауымыз деп есептесе, екіншісі егер үй капитал жұмсау болса, онда адамда айтарлықтай ақша проблемалары туындайды дейді. Екеуі де төлемдерді уақытында төлейтін, бірақ біреуі алдымен, екіншісі соңынан. Біреуі өзін қартайған шағында компания немесе мемлекет қамқорлыққа алады деп есептейтін. Ол әрқашан жалақының өсуіне, зейнетақы қорларына, дәрігерлік жеңілдіктерге, ауруға байланысты төлемдерге, демалысқа және сондай тағы басқаларға үнемі көңіл бөліп отыратын. Мен мемлекетке аянбай бар күшіммен қызмет еттім, мұндай жеңілдіктерді алуыма қақым бар деп жиі айтатын. Екіншісі толық қаржылық тәуелсіздікке сенетін, жеңілдіктер менталитетіне қарсы болатын. Олар адамдарды әлсіз, әрі кедей қылады. Адамға қаржылық біліктілік қажет деп тұжырымдайтын. Бір әкем үлкен күшпен осыншалықты долларды әзер жинайтын. Екіншісі өз ақшасын әртүрлі салымдыққа, активке салатын. Біріншісі мені жақсы жұмыс табу үшін әсерлі резюме, пікір жазуға үйрететін. Екіншісі маған басқаларда да жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында ойластырылған қаржы және бизнес жоспарларын қалай жасау керектігін көрсететін. Сөйтіп, екеуінің де ықпалы маған адам өміріне ойлану тәсілінің қалай әсер ететіндігін көріп білуге мүмкіндік беретін. Мен шындығында адам ойының өмірді қалай қалыптастыратындығын байқадым. Мысалы, менің кедей әкем мен еш уақытта бай болмаймын дейтін. Айту керек, оның бұл көрегендігі орындалды. Екіншісі керісінше өзін бай адаммын деп санайтын. Тіпті ол үлкен қаржылық сәтсіздіктің салдарынан түбегейлі банкроттыққа ұшыраса да, өзін баймын деп айтатын. Мұнысын былай деп түсіндіретін: кедейлік пен банкроттықтың арасында үлкен айырмашылық бар. Екіншісі уақытша жағдай, ал біріншісі мәңгілік. Сонымен қатар менің кедей әкем мені ақша қызықтырмайды, немесе әңгіме ақшада емес дегендерді жиі айтатын. Ал бай әкем ақша ол билік деп кесіп айтатын. Расында адам ой қимылының қандай күші бар екенін кім есептеп көрген. Дегенмен ойланудың маңыздылығы мен бала кезімнен аңғарғанмын. Менің пайымдауымша, кедей әкемнің кедейлігі ақшаны аз тапқандығынан емес, ол аз алмайтын. Оның себебі ол солай ойлап, солай қимыл жасайтын. Менде екі әке болғандықтан, мен бала кезімнен екі ақыл кеңестің қайсысын өзіме таңдап алуды жан-жақты салыстырып ойластыратынмын. Қайсысын тыңдауым қажет, бай әкені ме, әлде кедейін бе? Екеуі де оқып білім алуға үлкен мән беретін. Бірақ нені оқу керек? Оқудың қай түрі маңыздырақ? Бұл туралы олардың пікірлері үйлеспейтін. Біреуі мен жақсы оқып, жоғары білім алып, үлкен жалақы алу үшін жақсы жұмыс тауып алуымды қайталайтын. Ол менің адвокат, бухгалтер немесе менеджер болғанымды жақсы көретін. Екіншісі қалай бай болуға, ақшаның қалай жұмыс істейтіндігін білуге, қайткенде оның өз пайдаңа жұмыс атқаруға мәжбүр етуді білуді, оқып үйренуге кеңес беретін. Мен ақша үшін жұмыс істемеймін, ақша мен үшін жұмыс істейді деп жиі қайталайтын. Ақырында мен 9 жасымда бай әкеден ақшаның не екенін білуге бел шештім. Кедей әкемнің ғылыми атақ дәрежелеріне қарамастан, оның ақыл кеңестерінен гөрі бай әкенің ой пікірлерін қалауды ұйғардым. Маған Роберт Фросттың берген сабағы. Роберт Фрост менің сүйікті ақыным. Маған оның көп өлеңдері ұнайтын. Ал мынау солардың ішіндегі «Басқа жол» атты өлеңі ең сүйіктісі. Бұл өлең күн сайын неменеге үйретеді? Мен соны пайдаланам. Бұл өлең туралы көп ойландым. Үлкен білімді әкемнің пікірін қабылдамау өте қиынға соқты. Дегенмен бұл шешім өз өмірімнің айқындаушы бағыты болды. Осыдан кейін менің қаржы туралы оқуым басталды. Бай әке мен 30 жасқа толғанға дейін 30 жыл бойы оқытты. Бұл оқуды менің көбіне көп басыма кіре бермейтін қағидаларды күнделікті нұқып түсіндірудің арқасында оны игеріп шыққаныма әбден көзі жеткеннен кейін ғана тоқтатты. Ақша биліктің бір түрі. Алайда бұдан да күшті ол қаржылық білім. Ақша келеді де кетеді. Ақшаның қалай жұмыс атқаратынын білсеңіз, онда оларды басқара аласыз. Бұл байлыққа жетудің алғашқы жолы. Жалғыз оң көзқарастық жеткіліксіз. Адамдардың көпшілігі мектептен ақша табуы туралы ешқандай білім алып шықпай, ғұмыр бойы ақша үшін жұмыс істейді. Менің қаржы туралы оқуым басталғанда мен 10 жаста ғана едім. Сондықтан бай әкемнің сабақтары жай қарапайым ғана болатын. Негізінде менің 30 жыл оқығанымды 6 сабақ ретінде жазып шығуға болады. Бұл кітапта маған кезінде бай әкенің берген сабақтары қарапайым түрде баяндалған.
Мұнда сұраққа жауапкершілік жоқ. Тек қана негізгі принциптері, жалпы нұсқаулар берілген. Олар әрине біздің мынадай мазасыз және құбылмалы өмірімізде қандай өзгерістер болса да, сіздің балаларыңызға бай болуларына көмектеседі. Бірінші сабақ. Байлар ақша үшін жұмыс істемейді. Екінші сабақ. Қаржы туралы білім неге қажет? Үшінші сабақ. Өз ісіңізді бастаңыз. Төртінші сабақ. Салықтар қалай пайда болды және корпорациялардың артықшылықтары неде? Бесінші сабақ. Байлар ақшаны оймен табады. Алтыншы сабақ. Ақша үшін емес, тәжірибе үшін жұмыс істеңіз. Құрметті аудио тыңдарман, назарларыңызға рахмет. Келесі тарауларды кейінгі видеолардан көре аласыздар. Видео ұнаса каналға жазылып, лайк баса кетіңіз. Рахмет.